көп ата аналар поликлиникаға барады, қол ақпарат алмайды. Бір массажға барған екенсің, бір жолдасымен кәдімгідей жағастасып қалыпсың. Сол әйел кісінің жолдасымен. Қазір тас лақтырсаң массаж кетеді, былай айтқан кезде. Мысалы маған обучение келеді ғой, саған или маған обучение келсе, курстан қанша ақша табасың? Мен байқағам, мысалы менде реклама жоқ еш жерде. Сенде де особо реклама жоқ. Массажист болу үшін медициналық білім болу міндетті ме или? Құрметті көрермендер, сіздерге тағы бір күшті сыйлық ойнатқымыз келіп отыр. Яғни осы видеоға лайк басқан адамға, және де осы видеоны WhatsApp чаттарға таратқан адамға, және де комментарийге өз пікірін жазып кеткен адамға сыйлық ойнатамыз. Яғни Әбекең Астана қаласынан массажына 50% жеңілдік болады. Кәдімгідей честный тікелей эфирде ойнататын боламыз. Егер басқа қаладан ұтып жатсаңыз, онлайн курсіне тегін қатыссаңыздар болады. Сондықтан давайте конкурсқа қатысыңыз, өз бағыңызды сынап көріңіз. Бұл конкурстың жауабын январдың 1-інде Абылай мырзаның Instagram парақшасында тікелей эфирде кешкі сағат 21:00-де анықтайтын боламыз. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендерім. Қалайсыздар? Көп болды YouTube-қа шықпағалы. Бүгін ерекше сұхбат болғалы жатыр. Яғни Абылай Маратұлы менің досым, осы Астана қаласына балалар массажисті, папа массажист инстасымен танымал. Бүгін бір халыққа осы мамашаларға, яғни баласы бар келіншектерге пайдалы бір контент түсірейікші дедік. Бір-бірімізге сұрақтар жазып алдық, қазір массажға қатысты, осы массажистер жайлы, яғни дәрігерлер жайлы көптеген тақырыптарды қозғайтын боламыз. Сіздер ең алдымен каналға тіркеліп алыңыздар, подписаться кнопканы басып, және де лайк басайық та, и осы видеоны басқаларға жіберіңіз. Көптеген ақпарат алатын болады. Ал, Әбеке, өзіңіз таныстырып жіберіңіз, қош келдіңіз. Уағалейкумассалам. Менің есімім Абылай Маратұлы. Бұл жердегі Махамбетпен сұхбат құрудағы мақсат, қазір тас лақтырсаң массаж кетеді, былай айтқан кезде. Массажистер өте көп кездесіп жатқан жағдайдың бірі. Махамбетке де маған да келеді. Қаншама рет массаж алдым, бірақ ешқандай результат жоқ. Нәтиже жоқ дейсің ғой. Нәтиже жоқ. Ешқандай нәтиже жоқ. Былай айтқан кезде қаншама ақшаны желге ұшырдым деген. Содан кейінгі мақсат, біздің қойған мақсат алдыға сауатты ана, сауатты бала. Былай айтқан кезде әрбір ана сауатты болу керек. Үй жағдайында да өзіңіз массаж істей алу керек, өзің жасамаған жағдайда да, былай айтқан кезде сауатты бол. Үй жағдайында да массаж балаңызға массаж шақырмай-ақ, өзіңіз массаж істесеңіз болады. Бүгін сол тақырыпты да қозғайтын боламыз. Және кейде болады, өзі білет, бірақ істей алмайды, мамандардан алатын кездер. Сондай тақырыптың барлығын қозғау жөнінде. Қазіргі таңда балаларда диагноздар өте көбейіп кетті. Былай айтқан кезде аутизм көп, ЗПР көп, ЗРР көп, және де ДЦП көп. Соның көбінің түбіне келіп үңілген кезде гипоксия шығып жатыр. Былай айтқан кезде біз айтамыз ғой, массажды 3 айында, 6 айында, 9 айында алу керек деп. Бірақ та енді білет көбісі алу керек екен, бірақ не үшін алу керек екен білмейді. Гипоксияның зияны қандай, оған не үшін массаж алады, және оған қалай жасалады? Соны түсіндіріп өтейін ба? Достар, гипоксия мен қазір екінің бірі гипоксия. Яғни, саған қарап айта берейінші, әңгімелесіп отқан сияқты. Яғни гипоксия қазір көп балдар, гипоксия дегеніміз балаға оттегінің жетіспеушілігі. Яғни ол қай жағдайда гипоксия болады? Кіндікке оратылып туылуы мүмкін, кесарінің жағдайында гипоксия болады. Анасы гипоксия болса, балаға да әсер етеді, ол оттегі жетіспейді. Қысылып туылады кейбіреулер, қандай да бір витаминдердің жетіспеушілігінен тоже балаға әсер етеді. Уже түсініңіздер ғой, гипоксияның неден пайда болатынын. Жалпы бұның ишемия деген ауыр түрі болады. Бұл гипоксияның ауыр түрінде массаж жасалмайды. Массаж бірінші дәрігердің нұсқауымен жасау керек, бұл гипоксияға. Дәрілерін жазып береді бірінші, одан кейін барып массаж беруі мүмкін. Тек массаж ғана емес, жан-жақты лечение болады. Конечно, тек массаж ғана емес. Енді бұның белгілерін айтып өтейін. Гипоксияның белгілері, өзіңіздің балаңызды қарап көріңіз да, қазір біз белгілерін айтамын мен сізге. Мысалы, гипоксияның қандай белгілері болады? Барлық белгі бір балада тұрмайды. Бір-екі белгісі болуы мүмкін да. Яғни, бірінші белгілерінің бірі аузының айналасы көгеру мүмкін. Және де кожасы мраморный болуы мүмкін. Тор-тор болады ғой, кожасы. Және де көкшілдеу болып тұруы мүмкін. Көгеріп тұрады бала. Ауыр түрі болса егерде де көкшілдеу болып тұруы мүмкін. Және де белгілері аяқтарының ұшын жиырып алады. Гипоксияның салдарынан бала гипертонус болып кетеді. Әбеке, білесің ғой өзің. Гипоксияның салдарынан уже бала гипертонус болады. Гипертонус дегеніміз бұлшық еттің шамадан қатайып кетуі. Уже гипоксияның салдарынан гипертонус болып кетеді. Түсініңіз ғой да? Бұның емі қандай дейтін болсаңыздар? Гипоксияның емі ең алдымен таза ауаға міндетті түрде шығару керек баланы. Таза ауаға
күн салқын деп шығармайды, қымтап тастайды кәдімгідей бар ғой, үйден мен шығармайды. бір мамашаны көргем, бір ай ровно 30 күн ба, иә, ровно 30 күн үйден шығармаған. Ол не үшін деп сұрадым ғой, не үшін үйден шығармайсыз десем, былай айтқан кезде енесі педиатр, ол мамаша мені көріп жатса еще енесі педиатр, енесі педиатр, келініне сенбейді да, баланы үйден шығарма деп тапсырма берген, 30 күн бойы үйден шығармаған. Гипоксияда негізі баланы бір мезгіл қыс болсын, жаз болсын, қыстың күні әсіресе көбірек шығару күн келеді, ДТР алу үшін. Жалпы қыстың күні болсын, балам салқындайды, тоңып қалады деп үйден шығармай неғуға болмайды. Бір сағат болсын далаға шығарып тұру керек. Және де гипоксияны жаңа айтып өтейін, емдерін таза ауаға шығару керек. Біріншіден. Сосын. Және де егер арнайы педиатр, невропатолог дәрігерлері дәрілерін жазып береді. Дәрілерін де қосымша беру керек та, егер ауыр түрі болса, бала мазасызданып жылайды ғой. И массаж. Массаж жасағанда да общий массаж жасалады балаға, әбеке общий массаж жасалады, өзің білесің ғой. Мына ата-аналарға көмек болсын деп түсіндіріп жатқан жайымыз бар. Қараңыздар, общий массаж жасаймыз гипоксияда. Бірақ мына желкесіне арқасына көбірек мән бересіздер. Мойын бұлшық еттеріне осы жерге. Себебі міне тамырлары қысылып тұр. Балаға қан айналымы нашар. Гипоксияда осы жеріне көбірек көңіл бөлесіздер. Және де маңдайына кішкентай жасап өтсеңіздер болады. Неге? Себебі мына маңдайына жасаған кезде қан айналым жүреді да балада, жақсы оттегі барады. Тағы да бір мәселе гипоксияда айтып жіберейін, әбеке көбісі мән бермейді. Гипоксия бала, мысалы бесікке жатады, ұйықтайды ғой енді, бесікке жатады, немесе бала жатады, сол кезде шапкасымен нәскиін кигізіп қояды екен. Қымтап тастайды, басына шапкамен, қалпағымен нәскиін алып тастау керек ұйықтайтын кезде, именно. Балаға оттегі жақсы барады да сол кезде. Енді бізде да, Махамбет қара, біздің менталитет былай айтқан кезде бесікпен өскенбіз ғой. Біздің бәріміз бесікпен өскенбіз. Бұрын мысалы бесікті айтады, бұрынғы кезде бесікке көп жатқызған ешқандай балық ештеңе болған жоқ дейді. Сөздің ашығына келгенде түсіндіріп өтейікші. Бесік жайлы бір толық не қылып жүріңізші. Қара енді бесікті айтады да, бұрын жатқызған, бұрын ештеңе болған жоқ дейді. Қазір анау болмайды, мынау болмайды, мысалы TikTok-қа Instagram көріп қалсаң, былай кезде анау болмайды, мынау болмайды, былай қарасаң бәріне запрет қойып тастап жатыр да. Былай айтқан кезде бұрынғы медицинаны жоққа шығарып тастап жатыр. Енді қара, не үшін мысалы бесікті қазір алып тастады? Неге бесікке қай жағдайда жатқызуға болмайды? Мен айта кетейін, мысалы өз айым бесікке жатсам, бұрын патология болмады емес, болды. Дисплазия болды, тонус болды, болмады емес. Оның бәрін мысалы көшеде сен де байқайтын боларсың, мен де байқаймын. Оны мамандар көбіне байқайды. Көшеде көрген кезде адамдардан көрініп тұрады. Көп нәрсе көрініп тұрады. Яғни маман ретінде көзқараспен қарайсың, уже адамдарға содан кейін көрініп тұрады. Бесікке мысалы дисплазияның өзі бұрын кездеспеді емес. Бірақ та оны көбісі үлкейіп өсіп кеткеннен кейін білді да, оны кейін операциямен емдеді. Қисайып жүретін адамдар бар ғой, байқайсыздар. Иә, бір аяқ қисық, бір аяғы былай айтқан кезде. Иә, осыны бір сен не қылып жүрейін, дисплазия деп жатырмыз ғой, бұрында болды. Неге? Бұрында интернет дамымаған. Дұрыс па беке? Интернет дамымаған, ол кезде онша білмейді да. Ақпарат сыртқа шықпайды. Бесік зиян деп жатқан жоқпыз, бесікке болады жатқызуға. Патология болмаса. Сол жатқызуға болмайтын дейді, мен саған сұрақ қояйыншы әбеке. Бесікке қай жағдайда жатқызуға болмайды баланы? Бесікке жатқызуға болмайды. Қай жағдайда? Былай айтқан кезде дисплазия болса. Ұршық жамбасының дисплазиясы кезде бесікке салуға болмайды. Ұршық дамымаған кезде дисплазия болмайды. Өйткені ұршық екі аяқты қосқан кезде аяқ бұйрық есебінде тұрады. Оны орнына түсіру үшін, өсіру үшін екі аяқты керіп қойып, былай айтқан кезде бандаж, шина кигізіп қояды. Сосын или болмаса массажбен емдейді. Оның енді степеніне қарай ол үлкен ауқымды тақырып. Және үлкен тақырып қой. Дисплазияның қай түрінде именно мысалы, или барлық түрінде ма, или тек бір түрінде ма? Дисплазияның өзі аплазия, гипоплазия, дисплазия осылайынан бөлінеді. Көбісі бәріне бір диагноз қойып жібереді, сосын кейін шатасады. Аплазияда біріншіден ұршықтың ядроның болмауы, ол былай айтқан кезде пустой. Дисплазияға тоқталамыз, бесік жайлы. Міне дисплазия кезде бесікке болмайды. Дисплазия кезде болмайды. Сосын гипертонус қатты жоғары кезде болмайды. Өйткені дене қысылып тұр, и так оны қысып тастаған кезде ол одан сайын зиян тиеді. Гипертонус значит ауыр кезде бесікке салуға болмайды, ләжі барынша, иә? Керек емес. Керек емес та. Ал салсы не болады гипертонус кезде? Ол баланың денесі и так қысылып тұрған, былай айтқан кезде қысылып тұрған кезде, оны одан сайын қысып тастаса, тонус одан сайын тонусы кетпейді. Көрдіңіздер ме, құрметті көрермендер? Гипертонус кезде де бесікке салуға болмайды. Сосын температура кезде болмайды. Үшінші, өйткені қара, бала кожасымен демалады, былай айтқан кезде. И тұрады да ол бала температурасы шығып 39-40 болып жатқан баланы бесікке орап тастайды. Сыртқа шыға алмайды ғой. Менің өзім көрдім, мысалы, осы бесік жөнінде кішкене айта кетейік. Жаңағыдай балада 39-40 температура болып жатыр, қойдың майын жаққанда денесіне бесікке орап тастаған. Мен де естідім, иә. Ішке кеткен температура. Температура ішке кеткенде бала уже басып көгеріп жатыр. Мен скорыда болған жағдай бұл.
былай айтқан кезде енді білместікпен былай айтқан кезде баланы өлтіріп ала жатады сөздің шынын айтқан кезде. Сол үшін бесікті де абайлап қолдану керек. Сосын черепное давление болса бесікке бола ма? Черепное давление, сосын басында су болса болмайды. Өйткені ол ондай кезде басын шайқауға, лишний раз баланы қозғауға болмайды ғой. Ал оны шайқап қозғаған кезде судың үлкейіп, былай айтқан гидроцефалияға асып кетуі мүмкін. Сонда гипертонус енді қалыпты жағдайда 3-4 айға дейін болады ғой балада. Иә. Мысалы да 3-4 айға дейін бесікке салмаған дұрыс па сонда? Сенің айтуың бойынша? Егер жоқ, баланың денесін бақылау керек. Не үшін біз айтамыз, сауатты ана болу керек, сауатты бала болу үшін. Баланың жағдайына қарау керек. Қазір көрермендер дұрыс түсінбей қалады ғой. Итак, бала гипертонуспен туылады дейді, мысалы да. Сонда бесікке салмаймыз ба 3-4 айға дейін дейді ғой. Егер де жоқ, егер баланың денесі, мысалы мен көрдім, менің өзімнің практикамда болған, баланың денесі қатты кәдімгідей қолдарын ашқанда ашылмайды, терісі қатты болса, онда болмайды. Ал егер де дәрігерден өткен барлығы жақсы болатын болса, ондай кезде болады. Түсінікті. Құрметті көрермендер, өздеріңіз түсінгендей, балада гипертонус бар екен деп полный бесікке салмай қою емес. Именно гипертонусы жоқ болса, мысалы қатты болады біреулер действительно да, тырысып тұрады кәдімгідей. Ол кезде мүлдем бесікке салмаған дұрыс. Себебі Айбекең айтқандай, итак оны қатты болып тұр бұлшық еті. Одан сайын қатайтып жібересің да, тонусы кетуі қиын болады. Былайша айтқанда. Иә. Енді ше, Махамбет айта кететін нәрсе. Енді ренжиміз, өйткені сен де әкесің, мен де әкемін. Былай айтқан кезде қоғамның былай айтқан кезде бір ауру деп айтайық. Көп ата-аналар, сен өзің сенің ойын білейік, көп ата-аналар поликлиникаға барады да, толық ақпарат алмайды да. Баланы былай айтқан кезде тяп-ляп қаратта жіберді дейді. Біз келеміз, мынандай патология байқалғаннан кейін кейде частныйға жібереміз да. Сол кезде патологияға шығып жатады. Ол не үшін сонда? Патологияға шығып жатады да? Иә, поликлиникадан бәрі нормально деп жіберді, бірақ та частныйға барып қаралған кезде патология шығып жатады. Енді дәрігерлер дұрыс қарамайды? Не үшін дұрыс қарамайды? Білімнің жеткіліксіздігі. Мысалы, кейбір дәрігерлер бар, иә, мен де осыған бір айтып өтейін. Бір ортопед, атын айтпай ақ қояйын, бір ортопед травматолог массажға жібереді бізге. Дисплазия дейді, ұршық жамбасы дисплазиясы да. Массажға жіберген. Кәдімгі лечениесін жазып берген. Оған мен қараймын, осмотр жасайсың ғой, не болады? Балада анемия, ферритин, В12, соның бәріне тапсыру керек. Міндетті түрде да. Көп дәрігерлер айта бермейді соны. Мысалы, анаға массаж жасайтын болсам, назначение беріп тұр ғой, картаға жазып беріп тұр. Иә. Анаған физиологияң да дұрыс көмектеспейді, ұршығы дұрыс өспейді. Қайтадан массажға жібереді ананы. Былай айтқан кезде бір массажға емес, жан-жақты лечение керек. Иә, бірінші нақты біліп алу керек диагнозын. Нақты диагноз қойылу керек та. Нақты диагноз қойылып, сол кезде жұмыс жасаса результат жақсы шығады. Иә, диагнозын біліп алу керек. Енді қара. Махамбет ақшаға құныққан ба? Сөздің ашығы. Өйткені маған Ақтаудан хабарласты. Махамбет массаж жасап жүрген жоқ. Былай айтқан кезде ақша құнығып кеткен ба деп менен сұрайды. Құнығып кеткен дей ма? Иә. Енді мысалы мен айттым, Махамбеттің мақсаты басқа шығар. Өйткені адам білмей тұрып жамандау болмайды ғой. Осы жөнінде сен өзің айтып кетсең. Айтайын, ақша құныққан ба болғанда, енді мен осы массаж саласында жүргенде 9 жыл болды жүргеніме да. 8 жыл болды тоқтамай массаж жасадым мен үйлеріне барып. Осы 1 жылдықта, 1-2 жылдық болды, 1 жыл болған шығар, сыртқа шығып, жайлап енді обучениеге енді өтіп жатырмын мен. Иә, байқадым, өйткені осы уақытқа дейін обучение өткізбегенмін мен. Осы 1-2 жыл болды. Жан-жақтан оқыдым, білім жинадым. Уже маған өсіп өну керек. Бір жайда тұрсам тұра берем. Неге өсіп өнбеске? Жан-жақтан білім жинадым. Неге білімімді басқаларға бермеске? Білімді басқаға беру мақсатында. Иә, сосын мен массаж жасауды бұрынғыдай көп алмаймын. Айына бір алып қоям, бір 10 адам, бұрынғыдай көп алмаймын. Сондықтан менде администратор бос емес, қазір басқа қалада жүр деп айтады. Қабылдамаймын, көбісін отказ беріп жатыр. Мен байқадым, жоқ, дұрыс, сен массажға үлгермейсің, енді үйреткенің дұрыс. Өзіңнің мысалы 9 жыл бойы жинаған біліміңді үйретіп жатсың. Мен де үйретіп жатырмын. Енді мынандай мәселе бар. Қоғамда кездесіп жатқан нәрсе. Обучение оқуды бітіріп, сразу үйретіп жатқандар бар басқаға. Ол өзі практиковать еткен жоқ. Әңгіменің ашығы да, ол өзі практиковать етіп. Енді нөлден бастап оқыды. Нөлден бастап оқыды, оқып бітірді, обучениеге өтіп кетті ма сразу? Иә, басқа біреуді үйретіп жатыр. Білмейтін нәрсе көп қой. Өйткені мысалы, сен де мен де мысалы егер массаж саласында жүрген 9 жыл болды ғой. Енді айта кететін қарайтын мәселе 9 жыл бойы жұмыс істеген кезде неше түрлі нәрсе көресің. Бір нәрсені дұрыс істеп жүрген кезде дұрыс болмай қалады. Ақша құныққан деген қалай болды? Кім айтып жүр? Ақтаудан бір пациентпен сөйлесіп қалдық. Ақша құныққан деймін, не үшін өйтіп құныққан деп жүр мен сонда?
менен сұрады, Махамбетті араласасыз ба деді. Телефон жүресіз ғой. Сосын араласам дедім. Араласам дедім. Махамбет ақша құнығып кеткен ба. Жоқ, қалай қай жағынан құныққан? Мысалы мен клиент оны қабылдамай қойдым. Записке жазыламағаннан мен оны массажға қабылдамай қойғам. Сосын типа көтеріліп кетті мынау. Ақшаның соңына кетіп қалды. Ақшаның соңына кетіп қалды деп ойлаған ғой ол кісі. Жоқ, мен ешқандай ақша құныққан емес әңгіме. Мен өз салам бойынша келе жатырмын. Любой салада кәдімгідей, мысалы милицияда да бір салада тұрмайды, өседі, өнеді. Сол сияқты бізде де массажда өсіп өнетін сала ол. Массаж жасап жүрсең жүре бересің. Бір орында қалып қоясың. Бір орында қалып қоясың. Бірақ әрі қарай даму керек. Жеке брендін қалыптастыру керек. Мен жеке брендке көңіл бөліп жатырмын. Басқаларға массаж үйретіп, осылай білімімді үйретіп білгенімді да. Білмейтін адам үйреткенге қарағанда 9 жылдық опыты бар, сен үйретсең мен қолдаймын. Екі қолдап қолдаймын. Ол дұрыс нәрсе. Білмейтін адамдар үйретеді дейсің ғой шын да. Ол не үйретеді ол? Білмейтін адам. Массаждың былай айтқан кезде 4 техникасы бар. Основном кептірілетін. Көбісі соны үйретіп жібереді да, сонымен жібереді. Мен де сен туралы бірден естігем. Айтамын қазір. Біріншіден сұрақ жауап не қылайық? Құрметті көрермендер, егер сіздерге ақпарат пайдалы болған болса, пайдалы болып жатқан болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар. Тіркелмеген болса тіркеліп алыңыздар. Қазір бұдан да қатты пайдалы ақпараттарды айтатын боламыз сіздерге. Арасында енді еркін тақырып қой, бұл Әбекең досым. Артық кетіп жатқан жерім болса енді кішкене естіген білгенімізді айтамыз. Сен де білгеніңді айтып отырсың ғой. Көкірегіңде жүрген сұрақ болса, осы массажға бұл шынайы, короче, не болып жатыр бұл жерде. Бір-бірімізде айттық, ештеңе жасырмаймыз. Давай ішімізде не бар, сұрайық дедік. Мен саған сұрақ қойып жүрейін, бір сұрақ қояйын саған массажға қатысты. Так, рахит жайлы не айтасыз? Соны түсіндіріп берші көрермендерге. Рахит дегеніміз не? Рахит қазіргі таңда көп кездесіп жатқан осы диагноздардың бірі рахит. Былай айтқан кезде Д витаминінің жетіспеушілігінің әсерінен болады. Біздікі енді мынандай болады көбісі. Ой, Д витаминін біз бермейміз. Оңтүстікте осы нәрсе көп кездеседі. Д витаминін біз бермейміз. Біз далаға апарып күнге жатқызып қоямыз дейді болды. Ол бала күннен де кейде жеткілікті қабылдамайды да. Содан кейін Д витамин жетіспеушілігінен рахит былай шығады. Рахит негізі рахиттің бір барлық белгісі бір балада кездеспейді. Рахиттің енді 3 кезеңі бар ғой. Жалпы айтқанда ше. Бірінші кезең, бірінші кезең белгілері қандай белгілерді байқауға болады балада? Кішкентай балада. Туылған кезде қандай белгілерді байқауға болады? Тершеңдік деген сияқты ше, мысалы бала терлейді. Балада кішкентай балаларда ең көп кездесетін белгі маңдайының үлкен бөлігінің болуы, шаштарының артындағы ай тәрізді былай айтқан шаштарының. Бір жерде шаш бар, бір жерде шаш жоқ, Былай айтқан кезде шашының өзінің былай айтқан кезде Д3-дің жетіспеушілігі рахиттің шықты. Жеңіл белгілер шықты. Тағы қандай белгілер байқауға болады? Косолапс байқалады. Аяқтың қисаюы. Былай айтқан кезде ол да тоже Д3-ге келіп тіреледі, рахиттің белгілеріне келеді. Өйткені бала кейін жүріп бастаған кезде аяқ қисаяды ғой. Сосын баланың қабырғаларына байқауға болады. Көбінесе көрініп тұрады, қабырғалары жайылып тұрады, или болмаса ішке қарай кіріп кеткен болады қабырғасы. Содан білуге болады. Құрметті көрермендер, міне рахитті айтып отыр ғой, Әбекең дұрыс айтып отыр өте. Жалпы рахит 3 кезеңнен тұрады ғой, Әбеке да. Бірінші кезең жаңа айтқандай, дұрыс айтады, тершең болады бала. Терісінен басқаша еш шығады еще, ол кеудесі кіріңкі, жаңа айтып отырсың, кеудесі кіріңкі немесе шаңғы болып тұрады. Көбінесе кіріңкі кездеседі. Байқайсыз ба, Әбеке? Шаңғы кездеспейді, көбінесе кіріңкі кездеседі. Көбінесе кіріңкі, яғни кеудесі артқа қарай кетіп қалған, жатып кеткен. Және де іші үлкен болып тұрады кейбір балдарда, құрметті көрермендер. Енді ол кейде колика жағдайында да болады, бір шатастыру керек. Рахиттікі кәдімгі екіқабат сияқты іші үлкен болып тұрады, басқаша болып тұрады, байқасаңыздар. Сол бірінші кезең осы ғой, бірінші кезең белгілері. Екінші кезеңінде уже сүйектердің қабынуға Әбеке енді. Ол балалар жүріп бастап жүріп кетеді ғой. Балалар жүріп кетіп, былай айтқан кезде сүйектердің қабынуы және аяқтың қисаюы. Вальгус, парус, тоже рахиттің иксообразный кездеседі. Оның өзі рахиттің енді негізгі түбі Д3 витамин жетіспеушілігі ғой. Бірақ Д3-ді ол рахит екенде просто беруге болмайды. Оны Д3-ді мысалда анализ тапсырып тексеру керек па, или былайша бере беруге бола ма? Енді көп жерде мысалы, біз анализ тапсыруға уақыт жоқ, болмаса ауылдық жерде мүмкіндік жоқ дейді да. Былай айтқан кезде Д3-ді бере береді, дозасына қарамай. Бір жерден көрдім, 5000 единица, 10 единицаға шейін беріп тұрған кішкентай балаға. Ол кішкентай балаға былай айтқан кезде өте ауыр ғой. Сонда Д3-ді анализ тапсырып бірінші тексеру керек па? Бірінші анализ тапсырып, яғни нормадан қаншалықты төмен екендігін біліп, сосын басқа да анализді, жаңа анемияның барлығын тексеріп. Нормадан қанша болу керек Д3? 20 мен 100-дің арасында деп айтылады. 100-дің арасында. 100-дің арасында айтылады. Соның арасында айтылады. Просто анализ тапсырып, қаншалықты төмен екенін біліп, сосын соны ол дефициттің орнын толтыру арқылы. Былай өздігінен Д3 беруге болмайды ғой балаға, керек емес, нежелательно.
өйткені передоз болса ол басқа жағынан тесіп шығып зиян тигізуі мүмкін былай айтқан кезде. Үшінші кезең енді құрметті көрермендер, ол ауыр кезеңдер ғой. Иә. Ол көбінесе Африкада кездеседі. Африкада күн сәулесі көп емес пе? Жоқ, Африкада байқасаңыздар, арық балдар бар ғой. Іші үлкен арық балдар бар. Неге? Күн сәулесі емес әңгіме. Ода не? Тамақ жоқ, дәрумен жоқ, витамин жоқ. Дұрыс. Ауыр кезеңдер. Білезігі ісіп тұрады, тобықтары ісіп тұрады. Осының өзінен білуге болады, яғни мысалы Африкада күн көп қой. Күн көп, тек күнге байланысты емес ол. Жаңа витамин ғой, витаминдерге байланысты. Біздің әрбір жеген тамағымыз тоже ішінде натрий бар, витаминдер бар, балаға да әсер етеді, анасы емізетін болса да. Сондықтан күнге қатысты емес та. Енді Қара Махамбет осы мәселеге байланысты айта кететін нәрсе бар. Былай айтқан кезде біздің енді бүкіл анализдер дәрігердің қадағалауымен анализ тапсыру арқылы берілу керек. Негізі солай. Бірақ кейде мынандай нәрсе бар. Витаминдерді беріп жүреді, бірақ та балада дефицит болып жатады. Не дефицит болып жатады? Мысалы, төмен болып жатады. Железа төмен. Иә. Ол мәселеде мысалы, енді мен ойымды айта кетейін, может, мүмкін пайдалы болатын шығар. Төмен болып жатқан өздері анализ тексеру керек па? Или дәрігердің нұсқауымен тексеру? Балада байқалады патология. Егер түсіп кетсе, бала көп ауыра береді, былай айтқан кезде. Тез вирус болса, тез ұшып түседі. Болмаса жаңа жүріп жатқан кезде аяқтар қисаяды. Соның бәрі мысалы енді қарай айта кетейін. Балада егер де D3 береді, және басқа да витаминдерге қатысты нәрсе ғой мәселе бұл. Күнделікті егер де төмен болатын болса, күнделікті беріп жүрген дозан емес, қосымша анализ тапсырып тағы да барлық дефицитінің орнын толтыру керек. Сосын барып күнделікті витаминдер берсе, балада результаттар күшті шығады. Кейде болады көп кісілер беріп жүрміз ғой дейді да, базовыйды бере береді. Ал на самом деле тереңінен емдеу керек болады. Сол кезде өйткені кейде болады, қанша массаж жасайсың, результат шықпайды. Менде мысалы болады, ондай жағдай болды мысалы. Бірақ соңында келіп қарасаң витаминнің жетіспеушілігіне келіп тұр. Түсінікті. Рахитті түсіндірдік деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге қоя беріңіздер, біз міндетті түрде жауап береміз да. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, рахитті түсіндіңіздер ғой да, рахиттің 3 кезеңі бар. Жаңа D3 витамин жетіспеушілігі, сүйектердің қабынуы. Бірінші кезең белгілері: шаштың түсуі, терсеңдік, иіс шығу, терісінен басқаша иіс шығады, бала арық болады, іші үлкен болады деген сияқты. Екінші кезеңі жаңағындай еңбегі үлкен болады кейбір балалардың, рахиттің салдарынан. Қабырғалар шығып, аяқтары O тәріздес, X тәріздес, бәрі рахиттің белгілерінің бірі. Бұл белгілердің бәрі бірден кездеспейді. Біреу кездесуі мүмкін, екеуі кездесуі мүмкін. Әр бала әртүрлі кездеседі. Солай. Басқа сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, видеоға лайк басуды ұмытпайық, достар. Мысалы, енді көп кездесіп жатқан теманы айтайын, актуально. Сол көп кездесіп. Қаншама рет массаж алдым, бірақ результат жоқ. Осындай жалықтым көп келеді. Былай қарасаң обидно, өйткені ол жерде тегін алып жатқан жоқ, ақша кетіп жатыр қалтасынан. Алмас айтып жатыр ма? Қанша массаж алсаң да? Мысалы, бір кісіден 4 курс массаж алған. Енді бұл біреу жаман деген сөз емес, халық дұрыс түсінбей қалып жүрмесін, ешкімді жаман демей жатыр. Результат көрсетпейді біреулер, сол мысалы, қаншама рет массаж алдым, бірақ ешқандай результат жоқ. Осындай жалықпен кетеді. Болады, ондай. Ол не үшін болады? Неге? Кейбір мамашалар массаж алады баласына, бірақ результат көрмейді. Неге? Конкретно по факту айту керек. Ол сосын уақытқа қарайды кейбіреулер. Массаж отырады, уақыт қарап қойып. Сағат қалып отырады. Или секундомер қойып отырады. Или бүйтіп тығылып қарап отырады да. Көресің ғой, қалай бер дейсің ғой конкретно. Мен айтамын, апа мен уақытта емес деймін. Негізі ол уақытта емес. Балаға нәтиже болу, жасау техникасына байланысты. Баланы сезіну. Мысалы, гипертонус. Оған кәдімгі бәріне бірдей массаж жасай бермейді ғой. Гипертонусқа егер қатты мыжғылап бүйтіп ЛФК қосып бүйтіп жасайтын болса, оған результат болмайды. Гипертонустағы мақсат одан сайын қатайтып жібереді. Гипертонуста бұлшықетті босату керек, асықпай, созғылап, босату арқылы солай техникасымен ғой, солай жақсы нәтиже болады. Қыздырып алу керек, жақсылап тұрып. Біреулер массаж жасағанда қызартып тұрып жасамайды. Негізі бұлшықет қызарған дұрыс дейді әбеге. Өйткені қан айналым жақсарады. Құрметті көрермендер, егер үйіңізге массаж шақырсаңыз, массажистке айтыңыз, ләжі барынша мен бұлшықетін қызартып тұрып жасасаңыз деп. Себебі жақсы нәтиже болады. Массаж алу керек дейді. Мысалы, массаждың не пайдасы бар жалпы? Қазір айтып өтейін массаждың пайдасын. Жаңағы айтқандай результат болмайды дегеніміз, достар, YouTube көрермендер. Не үшін результат болмайды? Не үшін массаж алу керек? Массаж дұрыс жасамайды. Дұрыс жасамағанда дұрыс техникасымен жасамайды. Өзі әдісімен жасау керек. Вальгустың массажы бөлек, варустың массажы бөлек. Дисплазия ма, мысалы, ұршық жамбасы дисплазиясы. Екі шат ашылмай ма, екі шатына көбірек мән беру керек. А так общий массаж. Гипотонус па?
ЛФК көп қолдану керек, тек бүйтіп уқалай беру деген маңызды емес ол. Уқалау керек екен де бүйтіп әшейін уқалап кете берсең, конечно нәтиже болмайды. Массажын жасайсың кәдімгідей. ЛФК-сын көбірек ЛФК қосу керек. Сол сияқты өзі диагноз бойынша. Енді менің көргенімді айтайын, 1 жасқа шейінгі балаға общий массаж салады. Иә, общий массаж. Иә, білеміз ол нәрсені. Енді мен көрдім, тек белгілі бір бөлікке ғана жасайды екен, 1 жасқа шейінгі балаға. Сөйтіп кетіп қалады екен. Тек дисплазия ма, аяғына деген сияқты ма? Иә. Олай болмайды. Нәтиже болмайды. Оның өзінде нәтиже болмайды. Өйткені общий қан айналым жүру керек, полный бұлшықетте балада. Массаждың мақсаты былай айтқан кезде баланың қан айналым жүйесін жақсарту, және сол арқылы организмдегі дұрыс емес нәрсені дұрыстау. Конечно. Сол үшін нәтиже дұрыс болмай қалады. Жаңағындай ғой. Техникамен жасау керек, әңгіме уақытта емес. Мысалы, 10 минут жасап та нәтиже көрсетуге болады. 30 минут жасап та нәтиже көрсетпеуге болады. Иә, былай айтқанда техниканы әшейін мысалға отыра берсең, конечно нәтиже болмайды. Өз дұрыс несімен жасау. Ол жағын келісемін. Енді массаждың пайдасы, қандай пайдасы бар балаға? Сол туралы айтып өтейік әбеке. Енді мен айтатыным жүйке жүйесіне пайдалы. Иә, жүйке жүйесіне. Массаждың пайдасы балаға бұлшықет қан айналымын жақсартады. Және де қандай да бір диагноздер болса соларды емдейді. Операцияға дейінгі емді массажбен емдеуге болады. Иә, мен осы жерде өтен айта кетейін. Кейбір кезде поликлиникада енді салғырттықтың нәтижесінен өткізіп алған нәрсені массаж алып, сол байқалмай өтіп кетуі мүмкін. Мысалы, балада диагноз бар, оны ешкім байқаған жоқ, бірақ егер білікті массажистке жасап, сол диагнозбен жұмыс жасаса, былай айтқан кезде бар жоғы білмей өтіп кетуі мүмкін. Мысалы, жаңа айтқандай дисплазия болса, ұршығы жоқ делік баланың. Оны 1 жасқа дейін шығармайтын болса, уже оперативтік жағдайға дейін кетіп қалуы мүмкін. Қолдан ұршық салады. Ал сен оны массажбен 1 жасқа дейін шығарып тастау керек. Мүмкіндігі операциялық жеткізбеу керек. Асқыну түріндегі болмаса. Пайдасы дегенге келтіріп жатқаным ғой, көрдің ба? Массаж емделетінге маған емдеп тастау керек. Операцияға дейін операциядан гөрі арзан емес мәселе. Результат шығарған жақсы да, баланы қинамай шығарған жақсы результат. Массажден алмай ата-анасы үйінде жасаса бола ма? Болады, бірақ та қай жағдайда болады? Қалай болады, соны түсіндіріп өтсең? Оны енді білетін маманнан үйрену керек бірінші. Үйрену алу керек та? Бірінші үйрену керек. Сосын дұрыс техника үйрену керек. Сосын дұрыс баламен жұмыс жасап үйрену керек. Иә, осы жайлы бір айтып өтейін, әбеке, біреулер ютубтан қарап жасайды екен. Болады, ютубтан қарап жасасаң әңгіме жоқ болады. Бірақ ютубта бәрі айтпайды ғой. Толық фишка айтылмайды. Диагноздер айтылмайды ғой. Мына диагнозге былай жасайсың, мына диагнозге былай жасайсың деп көрсетпейді ғой ютубта толық. Ютубта менің білетінім, енді сенде ютубта видеоларым бар, әңгіме жоқ, мен салғанмын. Бірақ ол жерде кейбір фишкалар жоқ қой. Ол жерде обучением курс салынбайды ғой. Иә. Ол енді сенің еңбегің, былай айтқан кезде бөлек. Ол жерде тереңдетіліп тұрып көрсетілмейді ғой. Сол үшін арнайы білікті мамандардан оқып алып, массажистен гөрі мамасы жасайтын болса, нәтижесі көбірек болады. Иә. Бірақ енді бұл мәселенің кей минус жақтары бар. Кейде өзім білемін ғой, кейде андай бар. Білемін ғой дегенмен, былай айтқан кезде ұмытып кетеді. Мысалы, бір күн жасайды, бір күн жасамайды, бір күн жасайды, бір күн жасамайды. Сөйтіп қалып кетіп результат шығармай жатады. Ондай кезде маманнан алады. Ондай кезде маманнан алған дұрыс. Бірақ егер өзі жаңағыдай беріліп, егер өз жағдайында айналысатын болса, онда мықты результат шығаратын болады. Иә, себебі бала мамасын жатырқамайды ғой. Иә. Кейбір балдар массажден жатырқайды да жылайды. Сол мәселе ғой бұл жерде. Курстан қанша ақша табасың? Массаж курсын оқытып қанша ақша табасың? Бұл енді халыққа қызық шығар, өйткені мен массаж курсын оқытып көп ақша табасың. Иә. Бірақ та енді бұл сенің еңбегің. Иә, мен осы уақытқа дейін массаж жасап келдім, бірақ бір нені тауып келдім. Стабильность бар. Стабильность, тұрақтылықтарды. Иә. Ал қазір обучениеге өткеннен кейін уже табыс көбейіп бастады. Стабильно айына қанша табасың? Енді нақты мынанша деп айта алмаймын, бірақ 5 пен 3-тің ортасында. Обучение емес, массаж мысалы общий суммам ба или? Жоқ, мысалы мынандай мәселе. Массажды оқығысы келіп, үйренгісі келіп жүрген адамдар бар да, бірақ қорқады. Өйткені олар белгілі бір жерде массаждан қанша табуға болады деп жатсың ғой, айына. Менің байқағаным, мысалы менде реклама жоқ еш жерде. Сенде де особо реклама жоқ. Реклама керек емес қой бізге. Иә. Былай айтқан кезде массаждан егер жақсы результат шығарсаң, ата-аналар бір-біріне айтып ақ. Массажда қатты жарнама керек емес негізі. Егер сен балаға жақсы нәтиже көрсететін болсаң, сол нәтижеңді Инстаграмға шығаратын болсаң, қосымша сарафани радио арқылы өзі сені іздеп келеді. Мамашалар өзі сені іздеп келеді. Былай айтқан кезде результат шығарып беру керек. Главный результат шығарып берсең болды. Так, әбеке, енді массажист болу үшін медициналық білім болу міндетті ме или керек емес па?
осы уақытқа шейін мен міндетті деп санағам, бірақ та енді қазір бала массажына сұраныс өте көп. Туылып жатқан бала көп, патология да өте көп. Енді мысалы массажды оқып үйренгісі келетін адам қызығушылығы болса, оқытатын жерді қарау керек, анатомиялық, физиологиялық баланың жағдайын толық түсіндіріп беру керек, сөйтіп үйрену керек. Егер де сөйтіп үйренсе, онда медициналық білім енді мен ойымша керек емес. Себебі анатомиялық, физиологиялық жағдайын түсініп, былай айтқан кезде анатомияны бірден түсініп кетеді деп ойлайсың ба? Бірден түсінбейді. Ол жердегі немен жұмыс істейтінін түсіну керек. Мысалы, дұрыс диагностика, дұрыс результат. Баланы келген кезде дұрыс диагностика жасауды толық үйренсе, медициналық білім болмаса да жұмыс жасай бере ма? Жұмыс жасай береді, егер қызығушылығы жоғары болса. Адам қызығушылығы жоғары болса, ол анатомияны оқыса, басында түсінбеуі мүмкін, бірақ та кейін іздене келе адам өз түсініп алады. Просто мынандай болады, кейде массажды оқып алады да өтірік жасап жүретіндер болады, ол дұрыс емес. Онымен келіспеймін. Ал массажды оқып, анатомиялық мысалы оқытатын жерлер көп қой қазір. Сол жерден дұрыс оқытатын жерде анатомиялық, физиологиялық баланың жағдайын үйретіп, мысалы, сен мен байқағам рентген талдауды оқытасың. Иә, рентген талдау. Рентген талдау. Соның бәрін оқытып, мысалы дұрыс үйренсе егерде, онда жақсы результаттар шығарады. Ол кезде уже медициналық білім, яғни 4 жыл, 10 жыл бір жерде оқу емес, былайынан оқып жұмыс істей беруге де болады. Тағы сұрақ әбеке, осы массажда мысалы ер адам жасаған қалай, мысалы кейбіреулер дұрыс түсінбейді ғой. Иә, ондай. Байқасаңдар, мысалы маған обучение келеді ғой, саған или маған обучение келсе, 10 адам қыз, 1 адам еркек болады ішінде. Почти жоқ болады кейде. Көбінесе әйел адамдар оқиды. Неге ер адамдар оқымайды? Немесе ер адамды жасаған қаламай ма или қалай? Ер адам негізі оқыған жақсы. Өйткені мен айтам, ер адамның алаңдайтын нәрсесі жоқ. Мысалы, ер адам жұмысқа кеткен кезде, жұмысқа кеттім болды дейді, былай айтқан кезде басқа ештеңе алаңдамайды. Енді әйел адамдар айналысқан жақсы тоже, бірақ әйел адам алаңдайтын нәрсесі көп болады. Ол ақиқат, оған ренжіп жүрмесін ешкім. Әйел адам өйткені балаға алаңдайды, үйге алаңдайды, тамаққа алаңдайды, былай айтқан кезде біраз нәрсеге алаңдап қалады. Ал ер адам менің өзімнен өтетін жағдай. 10 күн жұмысқа түстің бе, болды. 10 күн арасын өзбек жасайсың, жұмыс жасайсың. Былай айтқан кезде тек баламен жұмыс жасайсың. Басқа проблема уже араласпайсың. Осы массажда ер әйел деген ұғым жоқ дейсіз. Ер әйел деген ұғым жоқ, бірақ былай айтқан кезде дұрыс жасау керек, дұрыс айналысу керек. Түсінді. Тағы бір сұрақ бар енді. Еркін тақырып болды дедік, мен естідім сені бір массажға барған екенсің, бір жолдасымен кәдімгідей жағастасып қалыпсың. Сол әйел кісінің жолдасымен. Иә, сол туралы бір түсіндіріп берсең, неге ондай болды? Бірақ Инстаграмда айтпапсың ол туралы. Иә, бір күні массаж істеп жатсам, мынандай нәрсе болады. Тез бітіресіз бе дейді да. Кім айтады? Күйеуі ме, әйел ме? Жоқ, әйел ғой. Сосын тез бітіресіз бе дейді. Не болып қалды десем, мен түсінбейсің ғой. Десем, жұмыстан күйеуі келіп қалды сол кезде. Күйеуі жатыр ма екен? Иә, сол бәрі момент қабаттасып қалды да, короче, күйеуі келіп қалды, сондай момент қабаттасып қалды. Сонымен түсінбей қалды. Сөйтсем, ол кісілер әйелін қызғанады екен. И жолдасына айтпаған ба массаж шақырғанын? Жолдасына айтпаған. Ол кісі маған 2 ай бұрын массаж шақырғанын, сен шақырғанын жолдасына айтпаған. Иә. Жолдасы қызғанып, сен жағыңа жабысты ма қалай? Иә. Типа бөтен еркек жүр деп. Иә. Дұрыс түсінбей қалды. Енді любовник деп ойлап қалған шығар. Сосын кейін бәрі түсіндірілді ғой. Жағыңнан алдың ба, бірден үйден кіре салып. Иә, енді ойлайсыз, олар жетсем үйінде ондай нәрсе болмайды екен. Келіншегін қатты қызғанады екен. Жақсы көреді шығар. Хиджаб киеді ма? Жоқ, хиджаб кимейді. Хиджаб киген. Осы жерде айта кетейін. Шариғаттың да кейде керек жерін алады да, былай айтқан кезде өзіне теріп алады да, бірақ кейбір фарздарын орындамайтын жерлер бар ғой. Сондай кісілердің қатарына болып қалды енді. Түсіндің ғой енді. Сөйтіп бәрі нормально болды ма? Енді шешілді, нормально шешілді. Любовник деп ойлап, сол кезде любовник болып кетті ғой айтқан кезде. Кейін бірақ ол кісілерге массаж жасамайтын болды. Сосын ана үйге баруға желаниең қашып кеткен жоқ па? Қашты ғой. Кейін шыққаннан кейін сосын пост шығардық қой былай айтқан кезде. Құрметті мамашалар, осы үйіңізге массаж шақыратын болсаңыз, міндетті түрде жолдасыңызға ескертіңіз. Иә, ешкімнің любовнигі чтобы жағадан алмасын. Төбелесіп жүрмек кейбіреумен. Құрметті достар, видеоға лайк басып кетейік. Баспағандар, бүгін сіздерге пайдалы сұхбат болып жатыр деген ойдамыз енді. Барынша қызықты пайдалы ақпарат беріп жатырмыз, әлде де береміз. Каналға тіркелмеген болса тіркеліп кетіңіз. Осы видеоны жіберіңіз, біліп жүрсін басқалары. Так, құрметті көрермендер, қазір мен Әбекең сіздерге бірдеңе көрсетеді, мен сұраймын сіздерге, чтобы пайдалы болу үшін. Енді бостан-бос көрмей, бір пайдалы дүние алып кетсін деп адамыз. Әбеке, мына көбінесе қазір ошық жамбасының дисплазиясы дейміз ғой. Аха. Соны бір
тереңдетіп болмаса да бір қысқа нұсқа чтобы көрсетіп жіберсеңіз ата аналарға қалай жасалу керек белгілерін и чтобы ата аналар ертең массаж шақырған кезде біліп отырсын дұрыс жасап отыр ма дұрыс жасап отқан жоқ па ана массаж деген сияқты. Құрметті ата аналар, міне ең қазіргі таңда көп кездесіп жатқан диагнозының бірі ол дисплазия. Былай айтқан кезде қазір әрбір үшінші балада кездеседі деп айтуға болады. Бірінші дисплазияны өткізіп алмас үшін белгілерін анықтап алу керек. Дисплазияның белгілерін анықтаған кезде сансыздықтарына қараймыз. Ең бірінші сансыздықтарына қараймыз. Біріншісіне қараймыз. Одан кейінгілер әртүрлі бола береді, ол қатты маңызды емес. Ең бірінші сансыздықтар бір-біріне параллельно тұру керек. Одан кейін тізе асты сызықтар бір-біріне параллельно тұру керек. Одан кейін аяқтың ұштары бір-біріне қойған кезде параллель болу керек. Кейде болады, тонустың жоғарылығының әсерінен денесі тырысып тұрса, бір аяғы ұзын, бір аяғы қысқа сияқты болып көрінеді. Сол кезде шатастыру болмау керек. Сол мәселені қатты қарау керек. Міне осы главный белгілер осы. Енді дисплазия жағдайы кезінде сіз массаж алумен қатар үй жағдайында қосымша жаттығулар, ЛФК жаттығуларын жасасаңыз, сол кезде результаттар жақсы шығады. Мінекей қараңыз. Именно жамбасына ұршығы жоқ деді да. Массаж жасаған кезде массажистте қай жерде көп мән беру керек? Массажистте бірінші жасаған кезде или өзіңіздер үй жағдайында жасайтын болсаңыз, бірінші ұршығына көп мән бересіз. Бірінші шарт. Қан айналым жүйесін табаннан бастап жоғары қарай көтересіз. Ұршықтың бойын. Мына жерден көрдіңіз екен? Ұршықтың бойын. Мен ұстап тұрайын, сен көрсетіп жібере бер. Мысалы, мына жамбасқа көбірек мән беріп уқалау керек, жамбасқа көбірек мән беріп уқалау керек. Яғни былай айтқан кезде бұл жердегі ядроның сүйектің өсуіне көмектесу керек. Уқалау керек. Одан кейін уқалағаннан кейін жамбастан кейін жоғары қарай омыртқаның бойымен көтерілу керек. Себебі мақсат баланың қан айналым жүйесімен жұмыс жасау, одан кейін барып ұршықтың өсуіне көмектесу. Дәл осылай жүреді процесс. Бір түсінгенім, енді ата-аналарға түсінікті болу үшін жамбасына көбірек уқалау керек. И мына арқаларында қан айналым жүйесін жақсарту керек та, уқалау керек та. Арқа омыртқа қарай көңіл. Ал ЛФК керек бола ма бұған? ЛФК міндетті түрде бірге жүреді. ЛФК-сын бір көрсетіп жіберсеңіз. ЛФК-ны жасаған кезде мінекей қолды былайынан көбісі былай ұстайды, ол дұрыс емес. Өйткені баланың аяғын икемге бермей қояды. Қолды екі шаттың ортасына бекітеміз. Сосын біз айтамыз массаж жасағанда буынды уқалауға болмайды ғой. Буынды уқаланбайды. Сол үшін буынға көбін ЛФК жаттығулар жүреді. Мінекей қолмен бекітеміз, аяқты айналдырамыз сыртқа қарай айналдырамыз. Былайын айтқан кезде ұршықты орнына кигізіп айналдыру мақсатында. Жақсы көмек етеді да, айналдырған сайын. Тек массаж ғана емес та? Тек қосымша егер осы ЛФК жаттығу, сосын ұстап тұрсаң, сосын велосипед дейді ғой. Ұршықты көп қозғай беру. ЛФК-сы да? ЛФК-сы, Одан кейін баланы ішпен жатқызып, қолды фиксировать етіп бекітеміз. Көрініп отыр деген ойдамыз. Сол кезде ұршық орнына кіру арқылы дамуына көмектесеміз. 1, 2. Рахмет, Әбеке. Мына көрермендерімізге кішкене түсінікті болды деп ойлаймыз. Егер подвывих болса, массаж жасай ма, оған жасамай ма? Дәрігердің бірінші кеңесі керек. Кейбір кезде операцияға жібереді. Соны бір түсіндіріп жіберейін Әбеке менде. Егер құрметті көрермендер, дисплазияның түрі көп қой енді бізде. Оны ортопед назначение береді. Ұршығы подвывих болып тұрса, негізі былайда сырт көзге жайлап қарасаңыздар, шығыңқы болып тұрады. Атак рентген арқылы білесіз бұны. Әбеке да? Рентгенге түсіру керек міндетті түрде. 6 айға дейін УЗИ. Ал 5-6 айдан жоғары уже бастап рентгенге түсірсе болады. 3 айлық, 2 айлық балада рентгенге түсіріп жүрмеңіздер. Ол полиом ұршығы дұрыс көрінбейді. 4 айлық рентгенге түсіретін дәрігерлер бар ғой. 4 айлықта түсіретін олар ма? Кейбір дәрігерлер 4 айда білмеймін мен дұрыс. Ол қалай анық көріне ма, көрмей ма? Атак негізі бізге оқытқанда, бізге үйреткенде, сол 5-6 айдан бастап рентгенге түсіресіңдер деген. Мен сол ата-аналарға сөйтіп предлагать етемін. Енді қазіргі мысалы менен де көп сұрайтын. Қазіргі таңда менен көп сұрайды. Мысалы балам 6 ай болды, 8 ай болды. Ходунокқа салсам бола ма? Қашан ходунокқа салайын? Ходунок жайлы. Сон ходунок бола ма, негізі болмай ма? Ходунок балаға қай жағдайда болады? Ол негізі ДЦП балдарға арналған ходунок. Былай айтқан кезде тіреп жүруіне көмектесу мақсаты. ДЦП балдарға. Қай жағдайда болады десеңіз, 1 жас 6 айында балаңыз жүрмей жатыр ма? Пожалуйста, ходунокқа отырғызыңыз. Атак оған дейін ходунокқа отырғызуға болмайды. Бала қалыпты жағдайда 1 жас пен 1 жас 6 ай арасында жүру керек негізі. Атак егер 1 жас 6 ай болды ма, жүрмей жатыр ма, аяғына ЛФК алыңыз, ходунокқа салыңыз, пожалуйста. Оған дейін ходунокқа салатын болсаңыз, мысалы 8 айлық, 7 айлық баланы ходунокқа салып қойды делік. Оның ода гипотонус болуы мүмкін мысалы да, рахиттің белгісі болуы мүмкін. Бұлшық еті бос болса,
аяғы қисайып кетуі мүмкін, ұшымен басып кетуі мүмкін, вальгус, варус болып кетуі мүмкін аяғы. Сондықтан ходунокқа отырғызбаңыздар. ходунок былай айтқан кезде болмайды. Зиян балаға. Шетелде ходунок сатқызбайды, қай елде екенін білмеймін. Кәдімгідей штраф салады. Иә, мен де естігем. Солай, құрметті көрермендер, бүгінгі сіздерге тақырыбымыз пайдалы болды деп ойлаймыз. Енді барынша пайдалы ақпарат беруге тырыстық. Алдағы уақытта көптеген дәрігерлермен осы Айбек екеуміз сұхбат жүргізетін боламыз. Видеоға лайк басайық ең алдымен. Және де подписаться деп кнопкаға тіркеліп кетіңіз. YouTube каналына тіркеліп кетіңіз. Осы видеоны жіберіңіз басқаларына, біліп жүрсін. Айбеке, рахмет сізге де. Иә, ақпарат ең маңызды пайдалы болса, халық өзіне керегін алса, ең бірінші осы орында. Иә. Сол? Ал. Егер Айбекеңе де Instagram белгілеп кетем, тіркеліп кетіңіздер, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады Айбекеңе, комментарийге де қоя беріңіздер. Айбеке, жауап бересіз ғой бұйырса да? Иә, құдай қаласа. Сәттілік Айбеке.